ing жалғауы және бұл не үшін? ing жалғауын етістікке жалғау арқылы дәл қазіргі болып жатқан іс-әрекетті білдіресіз. Мысалы, I am dreaming. Мен армандаудамын. She is working. Ол жұмыс істеп тұр. Ал екіншіден ing жалғауын зат есім жасау үшін қолданады. Сөздердің мәніне байланысты кей кезде ing зат есім болады. Dreaming, working сөздері зат есім болып кетеді. Түсінікті болды деп ойлаймын. Осымен бүгінгі сабағымыз бітті. Каналға тіркелмеген болсаңыз тіркеліңіз. Сау.